Бүгін біз ғ дыбысымен танысатын боламыз. Ғ дегенім ғарыш, болса дағы алыс. Қазақ ұшып барған, ғарыш бізге таныс. Ал енді мына жұмбақты шешіп қараңыздаршы балалар. Күміс қанат сұңқары, көкке еркін сүңгиді. Бұлттан да тым әрі, кеткен жанды кім дейді? Дұрыс айтасыздар, бұл бізде ғарышкер. Ғарышкер сөзінің басында қандай дыбыс естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар, ғ дыбысы. Әне барлығымыз ғ дыбысын бірге айтып қарайық. Ғ, ғ, ғ. Ғ дыбысы дауыссыз дыбыс. Сондықтан ол көк текшемен боялады. Экранға назар салып, ғ әрпінің баспа және жазба түріне мән бер. Ғ әрпін әдемі жазуды үйрен. Ғ дыбысы сөздің басында және ортасында келеді. Бірақ сөздің соңында келмейді. Ал ендеше ғ дыбысынан сөздер айтып қарайық. Ғарыш, бұл сөзде ғ дыбысы сөздің басында келіп тұр. Таға, бұл сөзде ғ дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Аға, бұл сөзде ғ дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Ғаламтор, ғаламтор сөзінде ғ дыбысы сөздің басында келіп тұр. Ағаш, ағаш сөзінде ғ дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Ғалым, бұл сөзде ғ дыбысы сөздің басында келіп тұр. Ғимарат, бұл сөзде ғ дыбысы сөздің басында келіп тұр. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ғ дыбысымен жақсылап таныстыңыздар деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.